Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы зат есімнің жіктелуі. Бүгінгі сабақта зат есімді жіктеуді білесің. Жіктік жалғауларын ажырата аласың. Олай болса балалар, жасырынған суреттер арқылы топқа бөлінейік. Шағала тобы, аққу тобы. Яғни кім шағаланы таңдаса, ол оқушы шағала тобына барады. Аққу тобын таңдағандар аққу тобына барады. Бүгін біз екі топқа бөлінеміз. Ал енді балалар, олай болса, психологиялық ахуал арқылы бір-бірімізге жақсы тілектер айтайық. Үмітің қарлығаштай шапшаң болсын. Армандарың аққудай аппақ болсын. Ұстай биікке самға. Әр күнің ән салған бұлбұлдай қуанышқа толсын. Біліммен өрле, еліңнің мақтанышы бол. Білімге қырандай қырағы бол. Жақсылықты көгершіндей әлемге тарат. Ал енді балалар, 17-ші жаттығуға назар аударамыз. Олай болса, өлеңді мұқият тыңдап көрейік. Құс сұлу аққумын, табиғат көркін сыйлаған. Мылтығын кезеп еш мерген, атуға көзі қимаған. Мен торғаймын, суықта да тоңбаймын. Құрт құмырсқа, шіркейден бау-бақшаны қорғаймын. Онда аққумын, торғаймын сөздерін талдап көрейік. Яғни қарамен жазылған сөздерді талдаймыз. Аққумын, түбірі аққу, мын ол жалғау. Яғни бірінші жақта тұр. Торғаймын, түбірі торғай, мын бұл да бірінші жақтың жалғауы. Мен торғаймын, мен аққумын. Мұнда аққумын, торғаймын, бұлар зат есімдер. Баяндауыштың қызметін атқарып тұр. 18-ші жаттығуға назар аударамыз. Мен оқушымын. Талдап көрейік. Оқушымын. Сен оқушысың. Мұнда енді оқушысың сөзін талдаймыз. Түбірі оқушы, сың жалғау. Яғни оқушымын дегенде бірінші жақтың жалғауы мын, ал оқушысың дегенде мұндағы сың екінші жақтың жіктік жалғауы. Ол оқушы. Мұнда оқушы сөзі, яғни түбірдің өзі болып тұр. Мұнда да оқушымын, оқушысың, оқушы, бұлар сөйлемде зат есімдер. Баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Яғни оқушымын, оқушысың, оқушы. Баяндауыштың қызметін атқарып тұр. Балалар, зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда, оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғау жалғанады. Жіктік жалғаулар баяндауыштың қай жақ екеніне байланысты жекеше, көпше түрде жалғанады. Мысалы, жекеше түрге бын, бін, мын, мін, пын, пін. Яғни бұлар бірінші жақта жалғанатын жалғаулар. Ал екінші жақта сың, сің жалғаулар жалғанады. Көпше түрде бірінші жақта біз, біз, мыз, міз, пыз, біз, піз жалғаулар жалғанады. Ал екінші жақта көпше түрде сыңдар, сіңдер деген көптік жалғауы, яғни екінші жақтың көптік жалғауы жалғанады. 19-ші жаттығуға назар аударамыз. Мен экологпын, сен бишілер тобының мүшесісің. Олар табиғатты қорғаушылар. Сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Енді осы сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талдап көрейік. Мен бастауыш, экологпын. Бұл баяндауыш. Зат есім болып тұр, бірақ баяндауыш. Сен бастауыш, бишілер тобының. Қандай топ? Бишілер тобы. Яғни анықтауыш болып тұр. Мүшесісің, баяндауыш. Олар табиғатты қорғаушылар. Олар бастауыш. Табиғатты, нені табиғатты толықтауыш болады. Қорғаушылар,
Бұлар баяндауыш болады. Сіздер атақты кәсіпкерсіздер. Сіздер бастауыш кімдер? Атақты. Қандай кәсіпкерсіздер? Атақты. Яғни бұл анықтауыш болады. Кәсіпкерсіздер. Бұл баяндауыш болады. Яғни бұнда баяндауыштардың барлығы зат есімнен болып тұр. Келесі жаттығу. Зат есімдері тиісті жалғаулармен сәйкестендір. Ақынбыз, студентпіз, аспазбын, әншісіңдер, күйшіміз, ұстасыңдар, баласың. Яғни тиісті жалғаулармен жалғадық. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді жекеше көпше түрде жіктеп жаз. Жұмысшы, іні. Яғни берілген сөздерді көпше және жекеше түрде жазып көрейік. Мысалы, мен жұмысшымын, інімін. Сен жұмысшысың, інісің. Сіз жұмысшысыз, інісіз. Ол жұмысшы, іні. Енді көпше түрде жіктейміз. Біз жұмысшымыз, ініміз. Сендер жұмысшысыңдар, інісіңдер. Сіздер жұмысшысыздар, інісіздер. Олар жұмысшылар, інілер. Яғни осындай көпше түрде жалғанады. Келесі 22-ші жаттығуға назар аударамыз. Жұмбақтың жауабын тауып көрейік. Төбесінде айдары, мінезі де жайдары. Көрсе ұнатар сан кісі, құс біткеннің сәндісі. Күн бағысқа ұқсайтын бұл қай құс? Балалар, жұмбақтың жауабы тауыс. Яғни тауыс сөзін жекеше және көпше түрде жіктеп айтып көрейік. Мен тауыспын. Сен тауыссың. Сіз тауыссыз. Ол тауыс. Біз тауыспыз. Сендер тауыссыңдар. Сіздер тауыссыздар. Олар тауыс. Ал енді тауыс туралы мәліметті айтайық. Яғни мұнда қазір сендерге тауыстың өзі туралы мәлімет айтады. Тыңдап көрейік. Мен павлинмін, өте әдемімін, түрлі түсті қауырсындарым бар. Мен ұзын да жайқалған құйрығыммен танымалмын. Құйрығым желпушке ұқсайды. Қауырсындарым көк, жасыл, алтын түсті болып жарқырап тұрады. Құйрығымда көзге ұқсайтын әдемі өрнектер бар. Мен табиғаттың көркімін, адамдарға әсемдігіммен қуаныш сыйлаймын. Ал енді балалар, принтер әдісі арқылы сабағымызды қорытындылаймыз. Септіктерді ата. Жауабын айтып көрейік. Өз жауабыңды дұрыс жауаппен салыстыр. Яғни бізде 7 септік бар. Атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Келесі сұрақ. Тәуелдеулі зат есімдердің септелуінде қандай ерекшеліктер болады? Сұраққа мұқият жауап беріп көрейік. Дұрыс жауап тыңдап көрейік. Бірінші, екінші жақ тәуелдеулі зат есімдерге барыс септік жалғаулары А, Е түрінде жалғанады. Келесі сұрақ. Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда жіктік жалғау қай жақта жалғанады? Зат есім сөйлемде баяндауыш болғанда оған бірінші, екінші жақта жіктік жалғауы жалғанады. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, өзімізді бағалап көрейік. Әр оқушы өзінің суретін аты жазылған батырманы басып, бүгін қанша балл жинадың? Осыны басып шығамыз. Яғни өзің қанша ұпай жинағаныңды басып шығасың. Бүгінгі сабақ саған түсінікті болса, түсінікті батырмасын бас. Сұрақтарың бар болса, сұрақтарым бар батырмасын бас. Ал түсініксіз болса, түсініксіз батырмасын бас. Бүгінгі сабақ бойынша түсінбеген сұрақтарым бар? түсінбедім. Маған сабақ өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақ бойынша түсінбеген сұрақтарым бар? Бүгінгі сабақты түсінбедім. Балалар,
осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.